Ардақ, мындай қызық бір сұрақ. Үлкен кісілерге сын айтуға бола ма? Және сын айтуға болса, оның бір шеңбері бар ма? Енді бізде қазақта сондай ғой, үлкен кісіге сөз айтуға болмайды, тағы да басқа, жаман болады, ұят болады. Әрине, үлкен кісіні сыйлау керек, үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нәрсе бар. Оның әдебі бар. Шариғат туралы айтатын болсақ, мысалы мынандай бір хадис келеді. Бір күні Омар радиаллаху анху, ол халифа кезі, сонда бір зинақор әйелді, өзі аяғы ауыр екен әйел, жүкті әйел, сол кісіге өлім жазасын кеседі Омар радиаллаху анху. Бұл хадис енді. Сол кезде өлім жазасы таспен атып, тасбұран қылу деген үкім шыққан кезде, сол кезде Муаз ибн Жабал деген сахаба, ұлы сахабалардың бірі Омарға келіп айтады. Бұл енді Амир әл-Мүминин, мұсылмандардың әміршісі, халифа, соған келіп айтады, Омар деді. Омар деді, Муаз айтады, Омар, әйел кінәлі болса да, ішіндегі бала кінәлі емес қой дейді. Сол кезде Омар жылап жібереді, айтады, Омар, Муаз болмаса, сен Омар құрдымға кетер едің деп айтады да. Қараш, бұл жерде Муаз ибн Жабал не істейді? Патшаға, не то что бұлай үлкен кісіге, патшаға сөз айтып жатыр. Және де қандай әдеппен, айғай шу емес, Омар, сенікі дұрыс емес, оңбағансың сен ондай мына істедің, бұлай істедің, мынау не деп айтқан жоқ. Абыройын түсірмей. Омар деді, спокойно келіп айт, Омар, әйел жарайды деді, бірақ іштегі баланың кінәсі қанша деді. Мүмкін ты пересмотришь свой вердикт деген сияқты. Содан кейін ол кісіні босатады, өлім жазасын кеспейді. Және тағы да басқа бір мысал, Омар радиаллаху анху махр мәселесінде, әйел мен еркек үйленген кезде, әйел махр сұрайды, подарок, қазақ қалмал дейді, сыйлық қалмал деп жатады. Сол кезде еркек сол қалмалын беру керек, соны арабша, исламша былай айтқанда махр дейді. Сонда Омар радиаллаху анху махрдың мөлшерін азайтады. Өйткені әйелдер соншалық көп махр сұрайды, еркектер үйлене алмай қалады. Сол кезде мінберде осыны айтып жатқан кезде, жамағаттың арасынан бір әйел атып шығады да, тұрып айтады, Омар, сенікі дұрыс емес дейді. Өйткені осындай аят келтіреді. Әйелдер тіпті оны былай тәпсірлеген кезде үлкен былай айтқанда жылқының басындай алтын берсе де ол махрды сұрауға қақысы бар деген сияқты. Сол кезде Омар не істейді? Омар айтады, Омардікі қате, әйелдікі дұрыс дейді. Бұл айтқанда өзінің ошибкаңды признавать ету. Бірақ оның әдебі бар, тағы түсіну керек. Ол бет албатты бар, бетіне соғу, бүкіл адамдардың көзінше бұл айтқан кезде қарсы шығу емес. Исламда оның әдебі бар. Егер де бір адамда қателігі бар болса, ағаң болуы мүмкін, әкең, бір басшың бар тағы да сияқты. Ондай кезде әдеппен. Неге, қандай әдеппен? Жеке барып сөйлеу. Аға, бір нәрсе бар еді, бір әңгіме бар еді, 1 минут бөлесіз бе? Деп барып жеке сөйлес. Барлығының көзінше оның былай айтқанда масқара қылып ол жерде әңгіме қылуға болмайды. Әдеппен, немесе сыйлығыңды апар. Бірінші сыйлық бер, сосын оның бір қателігін айт. Және де оны издевательский емес, сен үстем ретінде осылай тұрып емес, сен ақылшы болып, ақылды екеніңді көрсетіп емес, жоқ, олай емес, жанашырлықпен. Міне сол кезде ол мұсылманша болады. Сол кезде жанашырлықпен сыйлығыңды апарып, оның қателігін түзейтін болсаң, міне сол кезде ол кісі қабылдайды. Өйткені әр адамның несі бар? Нәпсісі бар. Қазір сен маған бетіме басып біріне бүкіл адамдардың көзінше менің масқарамды шығаратын болсаң, мен қаншалықты мықты мұсылман болсам да, мен саған қойсайшы Алтынбек деп саған қарсы шығам, сен жүк кіріп кетуі мүмкін. Осындай нәрселерден абай болу керек. Сол себепті әдеп сақтай. Әдеп сақтасаң, әрине нұр үстіне нұр.